Құйылмалы пирогты ұнатпай жүрген жандар дәл осы рецептпен әзірлеп бір рет дәмін көріңіздер. Алдымен көрсетілген мөлшердегі ұнға сары май, жұмыртқа, қаймақ, шекер, қопсытқыш салып, жақсылап араластырып жұмсақ қамырды қалыбымызға жайғастырып аламыз. Енді салмасына 9% ірімшікке, жұмыртқа, қойылтылған сүт, кукурузды крахмалды салып, жақсылап блендермен езіп қалыбымызға құйып аламыз. Пирогтың бетіне қалаған езбе түрінен салып алсаңыз болады. Ал мен ұзатылған малинаны дәл осылай құйып шықтым. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз және суығаннан соң барып кесіп дастарханға ұсынамыз. Суымай жатып кесетін болсаңыздар ортасы жұмсақ болып қалуы мүмкін. Ал мен сіздерге жарты сағаттан соң кесіп көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай формасын өте жақсы ұстап тұр. Ал дәмі тіптен керемет. Сәлем қыздар, қазір өте дәмді қытырлақ болып шығатын Наполеон тортын дайындаймыз. 800 грамм ұнға 400 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып крошка дайындаймыз. 350 грамм салқын суға 2 жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз және 1 шай қасықта тұз саламыз және 1 ас қасық лимон шырынын салып, жақсылап араластырып, енді дайындап алған крошканы үстінен құямыз және жеңіл әрекеттермен араластырамыз. Өте қатты тынық болғанша араластыру қажет емес, жеңіл араластырып холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Салқындаған қамырларды 10 бөлшекке бөліп алып, дәл осылай қалап жайып аламыз. Енді торттың формасымен не болмаса табанның крышкасымен осылай із түсіріп кесіп аламыз. Артық жерлерін алып тастаймыз және нығыздап холодильникке салып қойып, оны да жайып жайып жіберсеңіздер болады. Қамырды пешке салар бұрын осылай вилкамен тесіп аламыз және қызып тұрған пеште қызарғанша 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді кремді дайындау үшін бөлме температурасындағы сары майды миксермен 5 минуттай шайқаймыз. Үстінен бөлме температурасындағы қойылтылған сүтті салып, тағы да 1-2 минутта шайқаймыз. Көп шайқауға болмайды. Енді торттарымызды әр көштің арасына дайындап алған кремнен 3 ас қасықтан салып жинап аламыз. Өзіме қытырлап тұратын Наполеон торты ұнайды. Егер сіздер жұмсақ түрін қаласаңыздар, қайнатпалы креммен дайындасаңыздар болады. Бір көждан арттырып алып қалып, скалкамен осылай езіп, торттың бетін сәндеп алдым. Қалаған түрдегі жемістермен сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қажетті заттардың барлығын төменде жазып қалдырдым. Дәл осы рецептпен жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Мақтадан да жұмсақ шоколадты булочкалар дайындаймыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецепттер бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа қол күймейтіндей жылы сүт, 2 жұмыртқа салып шайқаймыз. Қант, ұнтағы немесе шекер қоссаңыз болады. Ашытқыны да салып жақсылап араластырамыз. Ескеретін жайт, ашытқыны ыстық сүтке салуға болмайды. Төменде көрсетілген мөлшердегі ұнды салып, жұмсақ қолға дәл осылай жабысатын қамыр дайындаймыз. Енді сары майды ерітпей бөлмеде жылып тұрған күйде қамырымызға салып жақсылап араластырамыз. Булочкалардың жұмсақ болуының басты құпиясы да дәл осында. Бір келкі болғаннан соң бетін жақсылап жауып, жылы жерде 1 сағатқа қалдырамыз. Көтеріліп шыққан қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөліп, қамырларды орташа қалыңдықта жайып, арасына өзіңіз ұнатқан шоколадты паста түрінен салып, шоколадтары ағып кетпейтіндей етіп жақсылап бекітіп аламыз. Болоттай жеп жеңіл болу үшін бетін жауып, жылы жерде 1 сағаттай бөлмеде қалдырамыз. Топ-томпақ болып ісіп шыққан булочкаларымызды қызып тұрған пешімізде 180 градуста бар болғаны 20 минуттай қызартырып пісіріп аламыз. Әр пештер әр қалай пісіретін болғандықтан міндетті түрде қызарғанын бақылап тұрыңыздар. Кондитер қапшасына өзіңіз ұнатқан шоколад түрін салып, ыстық суға салу арқылы ерітіп алсаңыз болады. Сақталған жаңғақ және аздаған сұйық май салып жақсылап араластырамыз. Дәл осындай сұйық халге келгеннен соң барлық булочкаларымыздың үстінен дәл осылай шоколадтарымызды құйып аламыз. Шоколадтары қатып алғанын күтпейтініңізді анық білемін. Ендеше ойланбай дайындап көріңіз. Ешқайсы чизкейктерден қалыспайтын пирогты әзірлеу үшін ұнға какао қопсытқыш сары майды салып жақсылап араластырып, 1 жұмыртқа және шекерін салып жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды формаға дәл осылай жайғастырып, бірден начинкасын дайындауға кірісеміз. Сметананы, вареный сгущенка және жұмыртқамен бірге шайқап, формадағы тестаның үстінен құйып, қызып тұрған пеште 35-40 минутта қызартырып пісіріп аламыз. Пирогымыз суығаннан соң еріген шоколад пен жаңғақты араластырып, үстінен құйып аламыз. Бұл пирог жай ғана көздің жауын ғана алып қоймай, жүрегіңізден де орын алары сөзсіз. Ал видеоны жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде әзірлеп көріңіз. Сөзсіз дәмді спагетти дайындаймыз. Қысып тұрған майда пиязымызды жақсылап 3 минуттай қуырамыз. Тартылған етті де салып 5 минуттай жақсылап қуырылғаннан соң ұсақталған сәбізді де салып жақсылап араластырамыз. Блендерде қызанақ, болгар бұрышы және сарымсақты езіп салып 2-3 минуттай толық қуырылғаннан соң аздаған су салып, дәміне қарай тұз, ұнатқан дәмдеуіш түрін салып алсаңыздар болады. Баяу отта 5 минуттай қайнап дайын болғаннан соң қатты ірімшік түрінен салып, арнайы спагеттиға арналған қайнатылған макаронды өнімдердің үстінен құйып,
дастарханға тәбет ашарлықтай етіп ұсынсаңыздар болады. Бұл видеоны жылдам дайын болатын тағамдарды ұнататын жақыныңызға жіберуді ұмытпаңыз. Шай дастарханға ең өтімді тәттілердің бірін дайындаймыз. Қайнатуға арналған ыдысқа алдымен су, содан соң сүт, шекер, тұз, сары майды салып қайнатуға қоямыз. Осылай қайнап шыққаннан соң ұнымызды салып жақсылап, тоқтатпай араластырамыз. Қанша дайындасаңыз да асты жабыспайтын гранитпен қапталған Викалин ыдыстарымен тіптен оңай. Енді газдан алып, осылай бір келкі болғаннан соң бөлек ыдысқа салып суытып аламыз. Қол күймейтіндей жылы болғаннан соң жұмыртқаларды бір-бірлеп салып, дәл осылай араластырып қою масса дайындаймыз. Массамыз дәл осы көріністе болуы қажет. Дәл осындай насатка болуы міндетті емес, жай ғана кондитерлік мешуктың басын кесіп, домалақ етіп сығып шығарсаңыздар да болады. Оның көмегімен дәл осылай із түсіріп, сол із бойынша сығып шығарамыз. Осылай көтеріліп қалған жерлерін қолымызды суға малып, дәл осылай тегістеп алсақ болады. Қалауыңызға қарай миндальный слайспен осылай бетін сәндеп алсаңыз болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста бетін ашпай 40 минуттай пісіріп аламыз. Толықтай суығаннан соң ортасынан бөліп, өзіңіз ұнатқан крем түрін дайындап алсаңыз болады. Ал мен творожный сыр және сливки мен сахарный пудраны шайқап, ішін осылай толтырып шықтым. Енді бетін қант ұнтағымен сәндеп, дәмін көру ғана қалды. Үлкен отбасыға шайға ұсынуға арналған және ешқандай форманы қажет етпейтін пайдалы баклава дайындаймыз. 375 грамм ұнға бөлме жылуында тұрған 180 грамм сары майды салып, қопсытқыш және тұзбен бірге араластырып крошка дайындаймыз. Енді 20%-да 150 грамм сметана және 3 жұмыртқаның тек қана сарысы, 2 ас қасық шекермен бірге араластырып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп тындырамыз. Тынып алған қамырдың біреуін жайып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Салмасын дайындау үшін грек жаңғағын дәл осылай измельчителмен жақсылап езіп аламыз. Үстінен 4 жұмыртқаның тек қана ағын және шекер салып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызға қарай жібітіп алынған мейіздерден салып араластырып алсаңыз болады. Қалған екі қамырымызды да дәл осылай жұқалап жайып, ішінен салмасын саламыз және пісіріп алған қамырымыздың біреуін ортасынан салып, тағы да салмасын салып, үшінші қамырды үстіне жабамыз және жақсылап бекітіп аламыз. Беті жылтырап әдемі болып пісіп шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызға қарай қалаған дәнді дақылдармен бетін сәндейміз және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай қып-қызыл болғанға дейін пісіріп аламыз. Пешке салардың алдында беткі жағын дәл осылай жеңіл ғана кесіп алсаңыз, пахлавалар бір көлемде әдемі болып пісетін болады. Пісіп шыққан ыстық пахлавамыздың үстінен сироп не болмаса қызып тұрған балды құйып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл рецепті инстаграмда көргенде тәбетімді оңдай ашқаннан соң бірден дайындап көрдім. Жұқалап туралған картоптарды майда дәл осылай қызартырып барлығын қуырып аламыз. Ал тағы да майда қыздырып жұқалап туралған етімізді салып, үстінен өзіңіз ұнатқан дәмдеуіш түрін салып алсаңыз болады. Етке тағы да паприка және тұз дәмдеуіштерін салып алдым. Енді 1-2 араластырып, бетін жауып өзінің сөлінде 1 сағаттай бұқтырып пісіреміз. Содан соң шампиньондарымызды салып 1-2 араластырамыз және пиязын салып жақсылап қуырамыз. Енді қуырып дайындап алған картоптарымызды үстінен салып араластырамыз және көкөністермен бірге дастарханға ұсынамыз. Біресе духовкам жоқ, біресе дұрыс шықпайды деген сылтауыңыз енді өтпейді. Себебі 20 минутта ешқандай пешсіз дайындалатын котлет рецептімен бөлістім. Ендеше тартылған етке ұсақталған пияз, жібітілген нан, 1 жұмыртқа және нан талғанын салып, өзіңіз ұнатқан дәмдеуіш түрлерін салып алсаңыз болады. Ал мен дәл осы халал чонгустам дәмдеуіштерін қолданамын. Тағамдарыңыз ерекше дәмді болғанын қаласаңыз, дәл осы нөмірге тапсырыспен алдыртсаңыз болады. Ендеше үстінен тұз, қара бұрыш, паприка және езілген сарымсақты салып, жақсылап қолымызбен мыжып араластырамыз және дәл осылай форма беріп аламыз. Қызып тұрған қазанға аздаған май құйып, котлеттерімізді теріп, жоғары отта қызартамыз. Котлеттеріміз жұп-жұмсақ болу үшін бөлек ыдысқа аздаған су және томат пастасы мен тұз салып, жақсылап араластырамыз және барлық котлеттерді қазанға теріп, дәл осылай үстінен соусымызды құямыз және ең төменгі отта бетін жауып бұқтырып 20 минуттай пісіріп аламыз. Пеште пісіп шыққан котлетке қарағанда дәл осы қазанда дайындалған котлет бізге өте қатты ұнады. Котлеттердің езілмей шығуының тағы бір себебі ол еттің дұрыс таңдалуында. Өте қатты майлы тартылған ет те езіліп кетуіне себеп болады. Ал етіміз бір-біріне жақсы бірігіп пісіп шығу үшін етті мясорубканың өте ұсақ пышағында өткізіп алған дұрыс. Грильде піскен ерекше салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецептер бөлісемін. Тауықтың төс етін жұқалап осылай пластинка етіп тұрап, ыдысқа саламыз. Тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап араластырып мариновка жасап қоямыз. Орташа көлемді 1 баклажан және кәдені дәл осы көріністе жұқа етіп тұраймыз. Орташа жұқа етіп тұрасаңыздар, пісуге де оңай болады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап бұны да араластырып қоямыз. Орташа көлемді қызыл балкар бұрышын да дәл осы көрсетілгендей етіп ірілеп турап аламыз. Енді арнайы гриль
сковородкада дәл осылай тауықтың төс еттерін қызартырып қуырып аламыз. Пісіп шыққаннан соң дәл сол майға қызыл болгар бұрышымызды салып жартылай шала қуырып аламыз. Ең соңында дәл осы майға кәде мен баклажанды екі жағын қызартырып қуырып алғаннан соң бөлек ыдысқа барлығын жинаймыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін сарымсақ, помидор және шпинат салып соусымызды үстінен құйып аламыз. Ал соусқа келсек, 2 ас қасық терияки соус, 1 ас қасық соевый соус және сұйық майды салып жақсылап араластырамыз. Бұл ерекше дәмді салаттың рецептін жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде дайындап жақындарыңызды қуантыңыз.